Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше тағам томатты спагетти жасаймыз. Ол үшін бізге видеодағыдай универсальный приправа, спагетти, томат, 2 дана пияз, 4 зубчик чеснок қажет болады, және де 80 грамм сыр. Енді 2 дана пиязды жақсылап майдалап көбіктеп турап аламыз. Турап болған соң чеснокты да дәл осылай майдалап турасаңыздар болады. Немесе чеснок есетінмен естеңіздер де болады. Қалауларыңыз бойынша. Менде чеснок есетін болғандықтан езіп алдым. Және де осы сәтте қызып тұрған табада отта табаны қыздырып алыңыздар. Дайын болған пияз бен чеснокты табаға примерно көз мөлшермен аздап шамалап сұйық май құясыздар. Сұйық май құйып болған соң жаңағы туралған пияздық бір бөлігіне саласыздар, бір бөлігіне чеснок, езілген чеснокты саласыздар, бір бөлігіне спагеттиді саламыз. Спагетти менде қалың болғандықтан және табама симағандықтан мен 2-ге бөліп қостым. Қалауларыңыз бойынша спагеттидің қандай түрін ұнатасыздар, соны қолдансаңыздар болады. Осы сәтте айтайын, менде 2 дана помидор болмады, оны қоссаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша. Дәміне қарай, өздеріңіз үйде бар дәмдеуіштерді қолдансаңыздар болады, шамалап. Және де дәміне қарай тұз қосасыздар. 2 дана, 2 үлкен қасық томат қосасыздар. Томат қосып болған соң арнайы жаңағы ыстық су қайнатып аласыздар. Ыстық суды спагетти батып тұратындай етіп құямыз. Құйып болған соң бетін жауып бұқтырамыз. Енді 80 грамм сырды теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Дайындап қойған соң спагеттиіміз баяу отта 15-20 минуттай бұқтырылады. Дәмін көріп, суын бақылап отырасыздар. Жұмсақ болып піседі спагеттиіміз. Жұмсақ болып піскен соң тарелкаға саламыз. Тарелкаға салып болған соң сән үшін, жаңағы дәм беру үшін, үккіштен өткен сырды шамалап қалауыңыз бойынша қосасыздар. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді спагетти. Менімен болғандарыңызға рахмет.